Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің техникалық механика сабағынан өтетін кезекті дәрісіміздің тақырыбы нүктенің күрделі қозғалысы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты нүктенің салыстырмалы, абсолют және тасымал қозғалыстары ұғымдарын түсіндіре отырып, санақ жүйелерінің түрлері жайлы ақпарат беру. Күтілетін нәтиже: студенттер нүктенің күрделі қозғалыстары жайлы толықтай мәлімет бере алады. Жоспар: нүктенің абсолют, салыстырмалы және тасымал қозғалыстары, сонымен қатар нүктенің күрделі қозғалысын зерттеу үшін алынатын санақ жүйелері. Осы екі тақырыпша бойынша бүгінгі дәрісіміз түсіндірілетін болады. Нүктенің абсолют, салыстырмалы және тасымал қозғалыстары. Осы бөлімнің бірінші тарауында нүкте қозғалысын белгілі бір санақ жүйесінде қарапайым қозғалыс ретінде біз қарастырған едік. Көпшілік жағдайда көбінесе қозғалысты бір уақытта қозғалатын екі немесе одан да көп қозғалыстан тұратын күрделі зат ретінде қарастырдық. Көпшілік жағдайда қозғалысты бір уақытта қозғалатын екі не одан да көп қозғалыстардан тұратын күрделі қозғалыс ретінде қарастыру зерттеуді одан сайын жеңілдете түскені рас. Мысалы, түзу жолмен бір қалыпты жүріп келе жатқан пойыздың вагонның ішінде жоғарыдан құлаған нәрсенің қозғалысын екі қарапайым қозғалыстың жиыны ретінде қарастыра аламыз. Вагонға қатысты тік бағыттағы үдемелі қозғалыс және вагонмен бірге көлденең бағыттағы бір қалыпты қозғалыс болып табылады. Қозғалыстарды зерттеу нәтижелі болу үшін бірнеше негізгі анықтамаларды айтып өтейік. Нүктенің күрделі қозғалысын зерттеу үшін мынандай 6 санақ жүйесі көрсетіледі. Бірінші, шартты түрде қозғалмайтын жүйе ретінде А денесінде орналасқан О, X, Y және Z санақ жүйесі алынады. Бұл жүйе шартты түрде негізгі санақ жүйесі деп аталады. Екінші, А денесіне қатысты қозғалыстағы жүйе ретінде Б денесінде орналасқан О1, X1, Y1 және Z1 санақ жүйесі алынады. Бұл жүйе шартты түрде қозғалмалы санақ жүйесі деп аталады. Үшінші, нүктенің негізгі санақ жүйесіне қатысты қозғалысы абсолют қозғалыс деп аталады. Төртінші, нүктенің қозғалмалы санақ жүйесіне қатысты қозғалысы салыстырмалы қозғалыс деп аталады. Бесінші, қозғалмалы санақ жүйесінің негізгі санақ жүйесіне қатысты қозғалысы тасымал қозғалыс деп аталады. Және соңғысы, нүктенің қозғалмалы санақ жүйесіне қатысты салыстырмалы қозғалысынан және оның қозғалмалы санақ жүйесімен қатар қозғалатын тасымал қозғалысынан тұратын қозғалыс нүктенің күрделі қозғалысы деп аталады. Келтірілген анықтамалардан басқа да анықтамаларды есте ұстаған жөн болады. Мысалы, абсолют қозғалыс кезіндегі абсолют траектория, абсолют жылдамдық және абсолют үдеу. Сол секілді салыстырмалы қозғалыс кезіндегі салыстырмалы траектория және салыстырмалы жылдамдық, сонымен қатар салыстырмалы үдеу болып табылады. Бұл сәтте қозғалыстағы нүкте өтетін қозғалмалы санақ жүйесінің белгілі бір жердің жылдамдығы мен үдеуі тасымал жылдамдық және тасымал үдеу деп аталады. Нүкте секілді дене де күрделі қозғалыста бола алады. Нүктеге байланысты тұжырымдар дене үшінде негізінен заңды болып келеді. Бүгінгі нүктенің абсолют, салыстырмалы және тасымал қозғалыстары тақырыбы бойынша сіздерге берілетін бақылау сұрақтары осы үш ұғым жайлы түсінік бер. Екінші, нүктенің күрделі қозғалысын зерттеу үшін алынатын санақ жүйелеріне анықтама беріңіз. Және де нүктенің күрделі қозғалыстары жайлы қосымша ақпарат беріп кетуіңізді сұраймын. Осы тапсырмаларды Платонс платформасы арқылы жіберіп, кері байланысқа жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.